Мен Каусардың туған күнін 30 сентябрьде жүрсем, бүгін бәне. Мәссаған, өля. Енді істеймін мен? Істесем болады. Торт лучше заказить етсем бекен. Енді пісіріп үлгермеймін, оған жұмыртқа да жоқ шығар айтпақшы үйде. Істесем болады енді. Ренжіп қалатын болды. Достар, барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің туған күнім. Ойнап айтамын, мен бүгін туған күнім емес, менің туған күніме әлі 2 ай бар. Солай қазір мамаға пранк істейтін боламыз. Мама дейтін 5 баласы бар, маманың 5 баласы бар. Соның әрқайсының туған күнін жаттап жүре алмайды деп ойлаймын. Енді кеттік, реакциясын көреміз. Ойнататын боламыз қазір маманы. Мама бөлмесінде жатыр, жаңа телефон шығып жатыр еді. Енді баратын боламыз. Чё там, мам? Не жатыс, ну? Не жатыс, не жатыс? Не болып жатсыз ма? Не жатыс, мам? Мына видеоны загрузкаға қойып жатыр едім. Әдем болып тұрмын ғой, Бүгін не үшін осылай сұрақ қойып жатырмын деп ойлайсыз? Білмеймін, не үшін? Бүгін бір ерекше күн ғой, мам. Білмейсіз ба не? Иә? Прям погода күшті болып тұр. Прям біреудің туған күні сияқты ма? Бүгін неше сөз? Бүгін 25 июль. Білмейсіз ба не? 25 июль? Кім туған күні бүгін? Иә. Біздің үйде ешкім туған күні жоқ сияқты. Мам, 25 июль білмейсіз ба не? Жоқ. Мам, вообще есіңізде жоқ па? Мама. Әмірдікі жоқ, Алиярдікі 28 екен білем. Басқа туған күні. Мама, сіз сүйікті дочаңыздың туған күнін ұмытып қалдыңыз ба не? Меруеттің туған күні ма не бұл? Какой Меруерт? Апаның туған күні вообще мартта ғой. Мама, білмейсіз ба? Мама, бүгін менің туған күнім ғой. Қоя қойш, Каусар, сен туған күнің 30 сентябрь екен білем ғой, қоя қойш. Шындығы отырсың ба мені? Мама, бүгін менің туған күнім. 30 сентябрь сенің туған күнің. Мама. Жылда 30 сентябрьді атаймыз ғой? Қандай 30 сентябрь? Мама, мен кеше түнгі 12-де сіздерді құттықтайма деп отырсам, достар, маған мама да келген жоқ, ешкім келген жоқ. Отырдым сол жылап түнгі 12-де. Жатырсыздар барлықтарыңыз. Бар ғой, мен көңіліме қатты тидіңіздер. Барлықтары менің близкий адамдарым мен туған күнімді ұмытып қалды. Онда мен сразу торт пісірейін барып. Мам, подарка деген жоқ па? Подарканы артынан айтамын. Точно? Точно ғой, Точно. Мен онда торт пісірейін ба? Иә. Жақсы. Күтетін боламыз. Мен Каусардың туған күнін 30 сентябрьде жүрсем, бүгін бәне. Мәссаған, өля. Енді істеймін мен? Істесем болады. Торт лучше заказить етсем бекен. Енді пісіріп үлгермеймін, оған жұмыртқа да жоқ шығар айтпақшы үйде. Істесем болады енді. Ренжіп қалатын болды. Істесем болады енді оған, туған күнде. Ол бар жерге барады, қыдырады. Қандай сюрприз жасасам болады екен оған, Ойыма ештеңе келмей тұр осы кезде қандай не жасасам болады онда оған. Оған бір сюрпризім бар, оны айтпай жүретін. Қазір соны айтам. Лучше сол подарок күшті оған болады не қазір. Шақайын. Каусар! Что-то мама шақырып жатқан сияқты мен достар. Ау, мам. Мен сенің туған күніңе Иә. сюрпризім бар. Қандай? Сен қыдырған болатасың ғой? Иә. Не болды?
ма? өтірік айтамын, сюрприз жоқ ешқандай. Ладно, кеттім мен. Жоқ, берген. Каусар, Ау. біз Астанаға билет алдық. Ура! Достар, шынымен. Мама, шынымен ма? Мама, шынымен. Енді қазір саған билетін былай көрсете алмаймын, неге десе мен Каспиймен алдым, телефонда тұр билеттер. Точно, ма? Онлайн Аллахи алдым. деңізші. Аллахи Құдай көріп тұр деңізші. Аллахи, Құдай көріп тұр. Мама, Саған, маған, сосын апаңа билет алдық қой, енді оқуына кететін. Папаңа, төртімізде. Мама. Саған айтпай жүредім мен. Мама. Бір 3 күн қалғанда сюрприз жасайын деп жүредім. Каусар, мен кетеміз. Давай, киімдерді дайында, чемодан дайында деп айтайын деп Мама, жүредім. бірдеңе айтайыншы. Негізі бүгін емес туған күнім. Это было пранк. Сори. Но Астанаға шынымен көшеміз, а? Айтпаймын. Мама. Каусар, мен айтам, жаңа ұйықтап тұрдым, ұйқым түссін бә деймін, мен айтам да, не туған күнім деп жүрді. Мен 30 сентябрь емес па сен туған күн? Я, 30 ғой, бірақ мама. Мен жанымды айтқыздың маған сюрпризді. Мен саған бар ғой, Каусар, 3 күн қалғанда айтайын деп едім. Давай, собирайся. Чемодан дайында. 3 күннен кетеміз деп па? Сен шок болады дедің сол Қашан кезде. көшеміз? Соны подписчиктерге айтасыз ба? Секрет па? Көшпейсің. Бұйырса, 9 сыныпты сол жақта оқисың. Ура, мама! Наконец! Енді көшкенде пока бір жыл көрейік, барып тұрайық. Ұнаса сен 10-11-де сол жақта оқитын боласың, ұнамаса келеміз қайып. Мен апайыңа да айтып қойдым оны. Апайың даже біледі сенің бар ғой. Достар, мен шокпын жаман. Мә. Айтпайын деп едім маған. Каусар бүгін айтқыздың сен бар ғой. Достар. Астанада оқыған дейсің ғой. Қандай күшті, я? Пранк шектен шыққан сияқты. Шектен шығып кетті пранк, я. Айнағанда менің секретім, менің Мен туған сюрпризім күнімді. ашылып кетті. Негізі қызыш, сен туған күнің бүгін емес деп отыра берейін деп едім, тағы сені не қылып қалар, шынымен де туған күні шығар деп қуантайын дедім сені. Қалай, сюрприз удался? Удался. Сюрприз емес, ол жай не ғой? Шынымен кетеміз ғой енді бұйырса. Сюрприз болады ғой, да енді неге жай не ғой? Мен если туған күнім болса, мен бір ай сіздерге ескертіп қоятын едім, достар. Ладно, Бұйырса туған күніңді Астанада тойлаймыз. Атап өтеміз. Ура! Достар, если видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер, соңына дейін обязательно қарап кетіңіздер. Достарыңызға да жіберіп қойыңыздар. Және если бүгін туған күндеріңіз болса, құттықтаймыз. Құтты болсын кімнің туған күні болса бүгін. Каусардың өтірік туған күні құтты болсын бүгінгі. Каусардың каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің мнениелеріңізді айтып жазып кетіңіздер. Всем Сау болыңыздар. Пока.